Toqayev TikTok компаниясының бас директоры Джо Шоудзымен кездесті. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан хабар алмас үшін каналымызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіргетуді ұмытпаңыздар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев TikTok компаниясының бас директоры Джо Шоудзымен кездесті деп хабарлайды Ақорда Телеграмдағы ресми арнасында. Президент елімізде TikTok платформасының танымалдылығы артып келе жатқанын атап өтті. Қазір оған 10 миллионнан астам қазақстандық тіркелген. Бейнеконтент жасауға және қарауға арналған әлемге танымал сервис алғашқылардың бірі болып, қосымша интерфейсін қазақ тіліне аударды. Сондай-ақ кибербуллингтің алдын алу мәселесі бойынша уәкілін тағайындады. Өз кезегінде Джо Шоудз Астана Хьюб халықаралық технопаркімен бірлесіп, TikTok стартап академия жобасын қазақстандық стартаптарға арналған эксклюзивті білім беру бағдарламасын жүзеге асырып жатқаны туралы баяндады. Бұдан бөлек серіктестік аясында TikTok стартап Вали байқауы өткізілді. Нәтижеде 200-ден астам стартап өз өнімін TikTok арқылы жарнамалау әдістерін үйрету курсын өтті. Кездесу барысында креативті индустрия саласында ынтымақтастық, жасанды интеллект бойынша зерттеу жүргізу, электронды сауданы дамыту, сондай-ақ TikTok платформасы арқылы Қазақстанның мәдениеті мен туристік мүмкіндіктерін жаһандық деңгейде насихаттау мәселелері қарастырылды.